Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзбек халқының өте дәмді хамыр хасып тағамын дайындайтын боламыз. Каналға әлі де тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетсеңіздер. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бір дана жұмыртқа, шай қасықпен тұз, бір кесе салқын су, және де судың температурасы маңызды емес. Одан соң сұйық май, бір ас қасық немесе 2 шай қасық көлемінде, артынан електен өткізілген ұнымызды жайлап осылай сала отырып, барлығын тез салып тастамаңыздар. Сол кезде ұныңыз жақсы араласып, осындай қамырыңыздың ішінде түйіршіктер қалмайтын болады. Дайын болған қамырымызды небәрі 30 минутқа салафанға салып тынықтырып қоямыз. Одан соң салмасында бізге күріш қажет болады. Күрішімізді осындай суы мөлдір болғанша жуып тазалап алып, қызып тұрған табаға ешқандай май құймай, күрішіміз батып тұратындай қылып суымызды құйып, 15 минут көлемінде бетін жауып пісіріп аламыз. Ең әуелі суды құйғаннан соң суыңыз қайнағанша күтіңіз. Астын ашып қойып, қайнағаннан кейін суыңыз уже бұрқырап қайнап жатқан кезде астын басып, күріштің баяу отта бетін жауып 15 минутқа пісіріп аласыз. Барлығы толықтай не керектігі жөнінде төменге видеоның астына описание бөліміне жаза кететін боламын. Міндетті түрде кіріп қарасаңыздар болады. Келесі кезекте салмасына бізге тағы да пияз қажет болады. Пиязды осылай мен ірі-ірі бөлшектерге бөле отырып, арнайы осындай блендерге салып езіп алатын боламын. Егер де блендер болмайтын болса, сізде ұсақтап қолыңыздың көмегімен турап шықсаңыз болады. Сиыр етін, тартылған сиыр етінің үстіне осы езілген пиязымыздан және де жаңағы пісірген күрішімізден, жартылай пісіп тұрған күрішімізден, толықтай пісірмейміз біз күрішті, және де дәміне қарай тұзын, бұрышын сала отырып, жақсылап бір араластыратын боламыз. Осы жерде айта кететін тағы да, егер де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер болатын болса, қосып жіберсеңіз болады. Әрине, одан соң біздің қамырымыз осылай тынып дайын тұр. Мен қамырды теңдей 2 бөліп илейтін боламын. Сіз қалауыңызша бір үлкен қамыр илесеңіз болады. Мантының қамырын немесе астың қамырын илегендей қылып осылай жайып шығатын боламыз, жақсылап. Артынан дәл видеодағыдай жасасаңыз болады. Неге мен сізге қазір көрсететін боламын. Жақсылап қарасаңыз өте оңай. Осылай алақаныңызды қоя отырып, барлығын бір көлемде кесіп алып, неге екінші бөлігінде тағы да осылай барлығын ашып, көз мөлшерімен осылай өлшей отырып, сол кезде барлығы бірдей размерде шығатын болады. Неге енді осылай жайылған тестімізді ішіне салмасын салып, салмасы ондай көп салмаңыз, бір бұрышын қайра отырып, конверт тәрізді қылып орап шығатын боламыз. Өте оңай. Енді мантаваркамыздың астын жақсылап майлап, дайын болған хамыр қасыптерімізді осылай кезек-кезек қойып шығатын боламыз. Ең соңында бетінде майлайтын боламыз. Сол кезде хамыр қасыбыңыз өте жұмсақ, дәмді болады. Небәрі 45 минутқа пісіріп аламыз. Енді келесі кезекте хамыр қасыбымыз піскенше подливы дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады, және де теркіден өткізілген сәбіз жақсылап қуырып майға. Артынан мен огонегімді қосып жатырмын. Бұл жерде томат пастасын қоссаңыз болады. Және дәміне қарай тұзын келтіріп, менің огонегімнің рецебі осы YouTube каналымда бар, өтіп кіріп қарасаңыз болады. Енді осы подливымыз батып тұратындай қылып су құйып, бетін жауып, 20 минутқа бұқтырып аламыз. Неге біздің қасыптеріміз дайын, барлығын осылай әдемілеп қойып шығып, ортасына подливысын салып берсеңіз болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде бағалай кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.